Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен Аполло секундерабаттан доктор Риватия Рамасвами барлық аға буын әйелдерге, жасы 50-ден асқан әйелдерге сәлемімді жолдаймын. Бұл арнайы сіздерге арналған. Менопауза бұл 5 жыл бойы итек кәккенбеген жағдай. Менопауза деген не? 1 жыл бойы итеккір жоқ. Одан кейін қан кету бола ма? Кейде болады. Бұл жағдай постменопаузалық қан кету деп аталады. Көптеген әйелдер маған келіп, ханым, менде қан кетті, бірақ өте аз болды. 2-3 рет қана болды, бірақ өте аз. Бұл маған зиян тигізіп жатқан жоқ дейді. Бірақ мен оларға менопаузадан кейін қан кету болмау керек екенін айтамын, себебі бұл кезде гормондар жоқ. Онда қан қайдан шығып жатыр? Сондықтан менопаузадан кейін қан кетсе, міндетті түрде дәрігерге барып, себебін анықтау керек. Ең алдымен қандай тексерулер жасаймыз? Біз жатыр мойнына немесе целликске пап тест, папа Николау жағындысы жасаймыз. Жатырдың ішкі қабатын немесе эндометрийді анықтау үшін ультрадыбыстық зерттеу 30 жүргіземіз. Әрине, анал безде тексеріледі. Көбінесе осы уақытта жатыр ішінде полип деп аталатын ұсақ өскіндер пайда болады. Онымен қалай күресеміз? Біз қынап арқылы жатыр ішіне өте жұқа телескоп енгіземіз. Полип бар жоғын қарап, оны алып тастаймыз. Сол уақытта жатырдың қалған шырышты қабатында зерттеп қатерлі ісік бар жоғын тексереміз. Менопаузадан кейін қан кетсе, уайымдау керек пе? Жоқ. Көп жағдайда қарапайым гистероскопия, полипектомия, биопсия жеткілікті болады. Сирек жағдайда ғана жатырда алып тастау қажет болуы мүмкін. Менопаузадан кейінгі қан кетуді елемеуге бола ма? Ешқашан. Өйткені пайда болатын қатерлі ісіктің аз ғана мүмкіндігінде бағалау керек. Қатерлі ісіктен қорқып жатырды бірден алып тастау керек пе? Жоқ, өйткені қатерлі ісік өте аз адамда кездеседі. Көпшілігінде қарапайым мәселелер ғана болады. Менопаузадан кейінгі қан кетуге гистероскопия ең дұрыс шешім. Құрметті достар, қорықпаңыздар және бірден жатырды алып тастауға асықпаңыздар. Елемей дәрігерге бармай жүрмеңіздер. Менопаузадан кейінгі қан кетуді дұрыс шешудің жолын біз сіздерге кеңес береміз. Рахмет, достар.